Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Менің есімім Мадимаржан, және бүгінгі видео презентацияның тақырыбы менің танымымдағы Абай. Абай қазіргі тілмен айтқанда уникум. Ол тек қана ақын емес, ол ойшыл, философ. Абайдың тереңдігі басқа ақындармен салыстырғанда әлде қайда жоғары. Оның көзқарастарын, философиялық ойларын түсіну үшін адамға әрине дайындық керек. Біріншіден, өзіндік ақылы, және екіншіден, терең ғылыми білімі. Әлем тарихында өз ұлылығымен қалған тұлғалардан Абай Құнанбайұлы кем емес, немесе көп жағдайда әлде қайда жоғарғы деңгейде тұрады. Мысалы, ағылшындардың өте танымал ақын драматург Шекспирді алайық. Оның бәріне белгілі нақыл сөздерінің бірі ол өмір деген сахна, адамдар ол жерде әртістер, өздерінің рөлін ойнап өмірден өтіп кетеді. Тамаша теңеу. Бірақ Абай Шекспирдің философиясынан да терең ойларды қалдырды деп айтсақ та болады. Бұл Мекемтас Мырзахметов бөліскен Абайдың жан және тән туралы сөздері. Яғни Абайдың айтуынша, адам жан арқылы мәңгі жасайды. Көптеген Омар Хайям секілді философтар бұл дүниенің уақытша екенін айтады. Мысалы, Омар Хайямның бір өлеңі: «Мы больше в этот мир вовек не попадем, вовек не встретимся с друзьями за столом. Лови же каждое летящее мгновение, его подстеречь уже никогда не потом». Осы секілді өлеңдері өмірдің әр сәтін бағалауға шақырады, себебі олардың түсінігі бойынша адамның өмірі өлімнен кейін бітеді. Алайда Абай өлімнің не екенін басқа тұстан қарастырады. Адамның денесі ғана жер астында қалып, жаны Алланың жанында өз орнын табады. Бұл сөзімді Абайдың бір өлеңі арқылы талдағым келеді. Өлсе өлер табиғат, адам өмілмес, бірақ ол қайтып келіп ойнап күлмес. Менен менікінің айрылғанын өлді деп айтыпты өңшең білмес. Ақыл менен жан, мен өзім, тән менікі, менен менікінің мағынасы екі деп жан және тәнді ажыратып, әрқайсының орнын түсіндіреді. Біздің тұлғамыз жаннан басталады, ал тәніміз, яғни денеміз, тек материалды дүниенің бір бөлігі. Ол бізге тиесілі, және уақыт келген кезде біз тәнімізден айырыламыз, ал жанымыз мәңгі өлмес. Абайдың өзге ақындардан тағы бір ерекшелігі ол толық адам ұғымы. Абай өзінің қара сөздері мен өлеңдерінде толық адам деген феноменді ұсынады. Бір өлеңде ол былай деп жазады: «Ақыл, қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Жеке-жеке біреуі жарытпайды, жолда жоқ жарым есті жақсы демек». Яғни адамда біріншіден туа біткен ақылы, жылы жүрегі және қайраты болу керек. Мұндағы қайрат үнемі ізденісте болып алға ұмтылу. Ақыл ізгілікті іс жасаудан жан-жағына сәуле беріп, Алла берген ақылды жақсылыққа жұмсау. Ал жылы жүрек иманды болу жолында адамдарға құрметпен қарау, мейірім сыйлау, адамдардың мұң-мұқтажын көңіл күйін түсіне білу. Абай іздеген толық адам осы қасиеттерден туындайтын, тұла бойы тұнған ар, ұят, пенделіктен қол үзген рахымды, қанағатшыл, имандылық жолында азамат болып табылады. Ақыл, қайрат жүректі бірдей ұстасаң ғана толық боласың деген тұжырымы ақынның толық адам хақындағы негізгі ұстанымдарының түйіні. Сонда ғана рухани жетілген, жан-жақты дамып жеке тұлға болып қалыптасқан, кемеліне келген адам боласың. Абайдың өмірдің барлық салаларына қалам тартқан. Бір ғана тақырыпқа байланысты өлеңдерді жазбай, жас кезіндегі махаббаттан бастап, мысалы, айттым сәлем қаламқас, көзімнің қарасы сияқты өлеңдері. Бірте-бірте есейген кейін Абай өмірдің мағынасын іздей бастайды. Өзгеше сөзбен айтқанда, өмірде жақсы менен жаманды айырады. Білім, өнер, еңбек секілді өмірдегі маңызға тұстарға арнап өлең шығарады. Мысалы, әсемпаз болма әрнеге, ғылым таппай мақтанба, және тағы басқалары. Көптеген патриоттық өлеңдер жазылады. Ол халқына жаны ашып, адамдарды жақсы пайдалы істерге жасауға шақырады. Мысалы, оның өлеңінде: «Қалың елің қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енді көрдің» деп жанына ауырып, елінің кемшілігінен азар аудартып, оны жөндеуге тырысады. Қазақ елін барымта, ұрлық, жалқаулық деген жаман қасиеттерден аулақ болып, білім ал, ғылымға үйрен деп шақырады.
Ал жасы үлкен болған кезде өмірден түңіліп толық пессимизмге беріледі. Бұл өмірдің жалпы мағынасыз екендігін сезіне бастайды және елді дұрыс жолға салу бір адамның қолына келмейді деген түйін жасайды. Мысалға, бір өлеңдерінің бірі былай деп жазылады. Қартайды қайғы ойладық ұйқы сергек, ашуың ашыған ойын кермек, мұңда сарға кісі жоқ сөз ұғарлық, кім көңілді көтеріп болады ермек. Қорыта келгенде, Абай өмірді, адами құндылықты, жан-жақты жүрегінің түбіне терең бойлап зерделген сыншыл ақын. Әрбір туындысын оқи отырып терең ойларға берілесің. Өз поэзиясында негізгі Абай адамгершіліктің, әділеттіктің негізгі моральдық ұстанымдарын кең шеңберде көрсетіп отырған. Егер жас ұрпағымыз Абайдың нақыл сөздеріне құлақ салса, онда еліміздің алға басы дамуы сөзсіз деген ойдамын.